Бүгінгі акциямен қамтылатын 56 отбасы негізі мына ассамблеямыздың қамқорлығына алған бірнеше аз қамтылған отбасылар бар, мүгедек балалар бар отбасылар. Сол отбасыларды біз өз қамқорлығымызға алып, жыл бойы тұрақты түрде әртүрлі көмек көрсетіп отырамыз. Зерттеп шықсақ, былтыр елордалық ассамблея жыл бойы 50 миллионнан астам көлемінде көмек көрсетті. Биыл көмегіміздің қаражаты 35 миллионнан асты. Наше этнокультурное объединение белорусов, которое называется «Родима», как и ранее по традиции, оказывает благотворительную помощь всем тем, которые нуждаются в этом. Ну и сегодня также мы оказали помощь некоторым семьям, 3 семьям, и будем продолжать данную традицию впредь.